Әруақ Құдай емес. Осы жұрт арабша сөйлейтін Құдайға табынып кетті. Арабша жалбарынып, арабша сыйынып, арабша тілек тілеп, арабтың қалтасын қампайтып, арабтың әруағын асырып жатыр. Өз әруағы нала болды. Нала болғаны сол, жауларына мазақ қылды, аштықтан қырды, өздері қалдырып кеткен жерге, тірі ұрпақтарының ие болуына разы болмай отыр. Құдай, Алла, Тәңір, Бог. Оны тану үшін алдымен әруағыңды тану керек. Біздің дүние есігін ашуымызға сеп болған адам баласы. Біз аспаннан салбырап түскен жоқпыз. Адамзатты әу баста Құдай балшықтан жаратты дегендер қиял қуушылар. Алғашқы адам баласының жер жүзіне қалай келгенін нақты білем деушілер не біреудің сөзіне ерген ермелер немесе бала шушылар. Біздің нақты білеріміз, адам адамнан туады, ал арғы жағы тылсым дүние. Адамның жер бетінде пайда болуы жайлы әркімде әртүрлі пікір қалыптаса береді. Ол адамның ой санасы мен түйсігінің дәрежесіне қарай. Миллион жыл бұрын кімді кім, қалай, неден жаратты дегенге мен бас қатырмаймын. Өйткені оның жауабын білуге лайық емеспін деп санаймын. Олай болса, мен неге лайықпын? Мен өзімді туған, асырап баққан ата-анамды Құдайым деп қарауға лайықпын. Мені жаратушым әкем болса, жасаушым анам. Онан арғысын білем деп айту, қырық өтірікші болу. Ата-анамен жалғасып келе жатқан, бабалардан жалғасып келе жатқан, әр адамның киелі жолы, киелі діні бар. Ол ата-ананың берген тәрбиесі. Тәрбие көрген адам діні мығым болады дағы, тәрбиесіз адамның діні солқылдақ, ерме болады. Дін дегенің ата-ананың тәрбиесі. Әруақ дегеніміз бабалардан келе жатқан жол. Энергетикалық толқын. Біздің жанымыз көзге көрінбейтіні секілді, әруақ та қарапайым көзге көрінбейді. Бір құдіреттің бары рас деп отырады көп адам. Ол бір құдірет әруақтар әлемі. Өйткені тылсымды, Құдайды, құдіретті сол әруақтың арқасында сезіп біліп отырмыз. Әруақ бізге өз қуатынан жан салады, біз сол жанмен өмір сүреміз. Біз Құдайға қарыздар емеспіз, әруаққа жан қарыздармыз. Әруақтың пайғамбарға, кітапқа, молдаға, уағызшыға қарап қалған күні жоқ. Алайда әруақ әр ата-ананың өз баласына дұрыс тәрбие беруін күтеді. Құдай мадақтағаныңды, шақырғаныңды, табынған сыйынғаныңды қабыл етпейді, құлақ аспай. Өйткені Құдайдың көзі соқыр, құлағы керең. Ал әруақ болса, Құдайдың көзі мен құлағы, аяғы мен қолы. Әруақ қабыл етеді. Тылсымды, әлемді әруақтың арқасында танып біліп отырғандықтан біздің Құдайымыз әруақ. Әруақ жалқы есім. Әруақтар деп көпше түрде айтылмайды. Бабаның саны көп болғанымен жолы біреу. Атаң біреу болғанда, анаң біреу, әруақ та біреу болмақ. Әруақ шақырсаң келеді, қысылсаң жәрдем береді. Алайда өзі саған наразы болса, тастап кетеді. Ол кезде аспан мен жерді адақтап, өзіңе тіреу таппай қаласың. Құдайды танымастан, әруақты танысаң, қалған нәрсенің өзі ашыла береді. Ал әруақты аттап өтіп, тікелей Құдайға шығам десең, тұқымыңмен тұздай құрисың. Әруақ сені демеу үшін жыл күт, ай күт, ана дүниеге барған соң берем демейді, мейірі түссе бірден береді. Ал енді өзің сыйынған, табынған Құдайлармен салыстыр. Құдайға құйсен бе, ол жағына Құдайдың басы ауырып, балтыры сыздамайды. Алайда әруақты сырып қоям десең, әруақ аяғыңды аспаннан келтіреді. Біз бар болсақ, Құдай бар, біз жоқ болсақ, Құдай да жоқ. Сондықтан бабаларымыз әруақ сөзіне Құдайды тіркеп, әруақ Құдай деп атаған. Әруақ Құдай емес, Құдайдан былай емес.